Кайырлуу күн. Литкоддон иштеп чыгарыбызды ары карай жалғастырайық. Бүгін тек қана медиум есептер шығармақшымын. Medium to do деп. Так, сосын мен тек қана алгоритм бойынша шығарам. Мына жерде мысалға database, shell, конкуренция дегендер олар шығармайды, тек қана алгоритм. Сосын кеңседе қасында тағы адам бар. Ара-арасында микрофонды өшіріп тұруға тура келеді. Так, сөйлейтін кезде ғана қосып отырады шығар микрофон. Телеграмда şöyle салайын, кетіп қалмай.
Түсінікті. Қонақтар келеді. Қонақтар келген кезде уақыты белгілі және оның берген заказының орындалу уақыты белгілі. Бірінші қонақ келеді, оның заказы 2 сағат орындалады дейді. 2 уақыт деймін ба әйтеуір. Сосын демек ол 2 сағат күтті. Мынау 2-де келді. Бұның заказы 5 сағат орындалады. Бірақ бұл келген кезде шеф тағы 1 сағат тамақ пісіріп жатты ғой. Сол себепті бұның заказына мына бірінші заказдың 1 сағаты үстінен қосылады. Сонымен ол 6 сағат күтеді. Сосын мынау сағат 4-те келді, ал шеф 7-ге дейін мына екісінің тамағын пісіріп жатты. Мынаның 7-ге дейін ба? 2-5. Так. 8 сағат дейді. 11 сағат. Өзі 4-те келді, сонда 7 сағат күтеді. 2 сағат, 6 сағат, 7 сағат бөлесің, неше адам келді соған 3-ге тең 5 болады дейді. Жақсы, есеп түсінікті. Medium дейді. Енді ана жерге let r тең 0 деп қойық. Сосын жақсы. Мынаған біз әрқайсысын қанша күтетінін қосып отырамыз. Тең 0 дейміз. Сосын формен жүгіреміз. Так. Сразу off десе бола ма екен? Екі, 2, 5, 4, 3. Так, а если ана жерде емес, off керек. Жақсы. Айтамыз да. Так, мынау енді мына жерде с-ның біріншісі ол келген уақыты. Қанша орындау керек уақыт, Так. Бірінші кругта ол нешеде келді? Start time. Нешеден бастады? Қанша уақыт? Тең болады time или с-ның 0. Сағат нешеге келгеніне қарайды ғой. Start time солай болады. Так. Мынау болса мынау. Енді қанша уақыт күтеді? Тең time плюс с-ның 1 болады. Waiting time с-ның 1 болады. Енді time плюс c плюс 1 бола ма?
C плюс бір минус сының нөлі деген дұрыс бола ма? Келген уақытқа заказды қосасың, және келген уақыт алсаң ой тең болады. Соны ар теңдесек. Болса. Так, дұрыс боласы. Көрейік бір тексеріп консолда. Нені қате қылдым? 2. Так, мен ойым қалай болды? Дебаг жасай ал. Кетсін. Кеттік. Енді аны кастомерден сына алды. Так, сымыз 1 мен 2. Уақыт дегеніміз 1 болды. Дұрыс. Енді 1-ге 2-ні қосады, 1-ді алады. 2 болады. Ой тең пуш 2. Дұрыс. Енді так. Қазір 1 секунд микрофонды өшіріп жіберейін. Офисқа бір адам келіп тұр. Лишний шум жазылмас үшін уақытша микрофонды өшіре тұрам. Мен енді түсіндім. Мен ана уақыт жылжытпаппын ғой. C плюс уақыт C плюс 1 болу керек еді. Аха, түсінікті. Ана жерде сосын есептеп болғаннан кейін тайм плюс C1 болу керек қой. Осылай десем не дейді екен? Аха, дұрыс дейді. Так, тесттен өткіземіз. Негізі ана сабмитқа жіберсең кішкене серверді де қинап қоясың деп ойлаймын. Аха, кеттік көрейік. Ух ты! Тағы да 100% болды. Что-то. Күшті. Бүгін свежий баспен шығарып отқасың ба? Что-то идеялар нормально келді. Әлде есеп шығарған сайын басың тынығатын боласың ба? Жақсы, видеоны осы әдемі тонда бір тоқтатып алайын. Демалып алып, тағы жалғастырам. 20 минуттан кейін берсе. Пока кетпей жатып. Так, демонстрация экраны қайттан жасайын. Кетпей жатып, мен кішігірім реклама жасап жіберейін, рұқсат болса. IT білім деген ол Едіге Радолданның курстары. Тек қана өзімі, әлде басқа да қасында адамдар бар ма білмедім, бірақ жалпы мен Едігені біраз болды танып жүргеніме. Өз ісіне жауапкершілікпен, тиянақтылықпен қарайтын жігіт. Асықпай жеті өлшеп бір кеседі. Мен сияқты көзсіз қойып кете бермей. Сол себепті осы жігіттің курсына қатыссаңыздар болады. 18 күн қапты деп, демек 15 қаңтарда бастайын деп тұруға бұйыртса. Сосын курстар тізімі фронтенд бастауыш, Python, бэкенд, фронтенд, Python, бэкенд. Негізі бұл жігіт өзі Pythonмен код жазады. Бэкендтің адам деп ойлаймын көбіне. Так что егер де
бэкенд питонға қызығушылықтарыңыз болса жазылыңыздар. Сосын мына бірінші тұрған бұл жайықтың жарнамасы. Жайық деген негізі продвинутый жастар деп айтса болады шығар, солардың комьюнити ғой. Жалынды былайша оттары бар, жасап жүрген жұмыстары да шүкір, андай нәтижесі мол. Мен былай цифрамен сөйлей алмай тұрғаным өкінішті, әйтпесе нақты айта болсақ, бұл жігіттерді мен қыздар да бар ғой арасында. Бұл жастардың қол жеткізген жетістіктері ауыз толтырып айтуға болады. Біраз проекттері бар. Мен просто дайындалмай айтып отқасын есіме түсіре алмай отырмын. Әйтпесе бұлардың видеоларын әрқайсысын көрген кезде воу эффект деген сөз соларын жаттап алдым. Үшін әр видеосын көрген кезде воу эффект пайда болады. Менде былай да болады екен ғой деп көп нәрсені осылардан үйреніп жүрмін. Так что нәтижелі болады деген үміттемін. Мына басталып жатқан курс. Мына оң жағында тұрған менің рекламам ғой. Инстаграм жалақаш айтеді. Инстаграм қойыпты едіге. Үлкен рахмет. Взаимный пиар деген осындай ғой жалпы. Ештеңе сұрағанда жоқ, айтқанда жоқ. Мен де айтқан жоқпын. Әйтеуір о баста негізі взаимный пиарға келісесіз ба деген кезде неге Телеграмда едіге әрине де бір ауыз айтқан. Одан кейін ол әңгіме қайтып көтерілген жоқ еді. Міне бірінші курсын бастамай жатып уже прямой конкуренттің жарнамасын шығарып жатыр да, өзі өз ісіне сенімді адамдардың тірлігі ғой. Жақсы, қатысыңыздар осыған.